Қызылорда қаласы төтенше жағдайлар басқармасы кішкентай балаларды жалғыз қалдырмауға кеңес береді. Балаңыздың өз бетінше терезе алдына шықпау үшін жиһаздарды терезе алдынан алшақ орналастырыңыз. Терезедегі маскүнемдік балалардың қауіпсіздігі бойынша түсіндірме үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өзіңіз білесіз, балаларды терезеден құлау жағдайлары көп тіркелуде. Сіздерге айтарымыз, кішкентай балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Терезенің алдына жиһаздарды орналастырыңыздар. Қазір таңда төтенше жағдайлар басқармасының қалалық прокуратура, жергілікті әкімдік, волонтерлармен бірлесіп біз күнделікті іс-шара өткізудеміз. Енді қаншалықты іс-шара өткізгенімен осындай жағдайлар бізде қайталануда. Соған байланысты ата-аналардан тағы да сұраймыз, балаларға үнемі мұқият болу, үйде жалғыз қалдырмау және қажеттілігіне қарай мынау тұрғын үйлердің терезелеріне қауіпсіздік ілмешегін орналастыру.